Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы музыка және поэзия. Сабағымыздың мақсаты Батыс Европа орыс композиторларының романстарымен танысамыз. Романс жазған композиторлар туралы білеміз. Мұқан Төлебаевтың Кестелі орамал романсын үйренеміз. Қалай ойлайсың, музыка мен әдебиет арасында байланыс бар ма? Музыка мен әдебиеттің көркемдік құралдарын салыстыр. Музыка және поэзияның байланысы туралы айтқанда романс және ән жанрлары еске түседі. Романс термині орта ғасырлық Испанияда пайда болған. Алғашқыда испан тілінде, роман тілде ән деген сөзді білдірген. Романс музыкасының әннен айырмашылығы көңіл күйге көп назар аударылады. Романстың мәні сүйемелдеуде емес, өлең мен әуеннің мазмұнында болады. Әдетте романс камералық музыка болып саналады. Бір аспаптың сүйемелдеуінде көбінесе фортепиано аспабында орындалады. Романстың өлеңінің өзі әуенді, сазды, нәзік әсерлі немесе трагедиялық болып келеді. Көптеген европалық композиторлар романстардың авторлары Шуберт, Шуман, Брамс, Гуно және тағы басқалар. Солардың бірі Франц Шуберт, австриялық композитор, музыкадағы романтизмнің негізін қалаушылардың бірі. 600-ге тарта вокалдық шығармалардың авторы. Орыс романсы жанры ретінде 19 ғасырдың бірінші жартысында қалыптасты. Бұл әлемдік романтизмнің дамуымен тұспа-тұс келді. Алябьев, Варламов, Гурилев, Глинка сынды композиторлар орыс романсының қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Михаил Иванович Глинка 20-дан астам романс пен ән жазды. Олардың барлығы дерлік әйгілі, бірақ олардың арасында ең танымал «Я помню чудные мгновения» романсы. Сергей Рахманинов, орыс композиторы, пианист, дирижер. Сонымен қатар Доргомышский, Чайковский, Римский-Корсак, Булахов, Рахманинов сынды композиторлар 19 ғасырдағы романс музыкаларының авторлары. Свиридов және Пономаренко 20 ғасырдағы ең танымал романстардың авторлары. Шуберт пен Глинканың шығармаларынан үзінді тыңдаймыз.
Мұқан Төлебаев қазақтың көрнекті композиторы. Скрипка мен фортепианоға, симфониялық оркестр мен хорға арнап шығармалар, ән, романстар жазды. Мұқан Төлебаевтың кестелі орамал әнін бірге орындайық. Кестелі ақ жібек орамал, алыстан жолдаған сүйген жар, жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған оюлап хаты бар. Жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған оюлап хаты бар. Есің ал, еркетай жазды таң, қол қысып қошақтап аттанған, қас дұшпан мейірімсіз жауыздан, аяма деп едің қасыққан. Қас дұшпан мейірімсіз жауыздан, аяма деп едің қасыққан. Ізденіп көріңіз. Романс сөзіне анықтама бер. Камералық музыка дегеніміз не? Романстар жазған композиторларды атаңдар. Қандай романс сізге әсерлі болды және неге? Бұл романс не туралы? Осы романсты қалай атар едің? Назарларыңызға рахмет.